Сәлем баршаңызға. Бүгінгі біздің тақырыпта past simple questions, page number 49 on students book. Students book'тың кітабының ішіндегі, яғни 49-шы беттегі past simple өткен шақтың question сұраулы сөйлемдегі түрі. Бірінші бізде бұл жерде сұраулы сөйлемі қалай жасалады? Сұраулы сөйлемі мысалға бізде алдын айтып едік қой, сұраулы сөйлем немесе болымсыз сөйлем құраған кезде біз did көмекші етістігін қолданамыз деп. Енді осы сұраулы сөйлемде did көмекші етістігін қолданамыз, бірақ бұл жерде есімдік пен көмекші етістіктің орындары ауысып, did көмекші етістік үнемі алдынан шығып тұрады, яғни бірінші орында тұрады сөйлем құраған кезде. Енді exercise number 1. Exercise number 1 бұл жерде біз берілген мынау сызықшаның орнына 48-ші беттегі 4-ші жаттығудың ішінен сөздерді, қалып кеткен сөздерді аламыз. So, бұлың жауабы did the woman with blonde hair speak болады. To Koji. The second, where did this woman sit? Did болады. Үшінші, did a man with a strange bird with speak to Koji? Яғни бұл жерде did болады. Did the detective have a coffee? Have болады. Бұл жерде не үшін оны берген? Себебі did көмекші етістік жүрген жерде етістік кездесе қалса, бұл жерде етістік міндетті түрде өзгеріссіз бірінші формада тұрады. Ешқандай жұрнақ жалғамайды екенбіз. Okay, next exercise number 2. Бұл жерде, яғни мынау rules дегеніміз ережелерді біз не істейміз? Ережелерді мына жерге тиісті сөздерді қоямыз. Тиісті сөздері бұл жерде we make past simple questions with, біз өткен шақтағы сұраулы сөйлем құрастыратын болсақ, міндетті түрде did көмекші етістігі қосылады дейді. Did және де зат есім немесе есімдік, сосын етістік болады мінекей. Ал енді екіншісінде бұл жерде we make short answers with yes. Егер де біз қысқаша жауап беретін болсақ, сұрақ құрылған сұраққа no, yes немесе no, сосын есімдікпен did жүреді немесе didn't болады. Болымсыз түрі болатын болса делінген. Okay, next exercise number 3. Бұл жерде берілген жаттығуға біз үлгідегідей бірінші берілген сөздерден сөйлем құрауымыз керек, сұраулы сөйлем құрауымыз керек, interrogative sentence, және де қысқаша жауап беруіміз керек. Yes, I did, немесе no, I didn't деп. Мінекей мен құрастырғаным мынандай болады. Read a book in bed. Did you read a book in bed? Сен ұйықтағанда кітап оқисың ба? No, I didn't. Жоқ, мен онда олай істемеймін. Екіншісінде, did you buy clothes last weekend? Өткен аптада сен киім сатып алдың ба? Yes, I did. Я, мен сатып алдым. Көріп тұрсыздар ғой, сөйлемді осылай құрайды. Үнемі did көмекші етістік алдында жүреді. Did you come to school on bus this morning? Осы таң азанымен мектепке сіз автобуспен бардыңыз ба деп тұр. Келдіңіз ба автобуспен деп тұр. No, I didn't. Жоқ, мен олай келген жоқпын. Did you go to bed early? Сіз ұйқыға ерте бардыңыз ба? Ерте ұйықтадыңыз ба деген мағынада. Yes, I did. Я, мен ерте ұйықтадым. Did you have a lot of homework last night? Өткен түні сіз үй жұмысы көп болды ма? No, I didn't. Жоқ, менде көп болған жоқ. Did you eat chocolate yesterday? Кеше сіз шоколадты көп жедіңіз ба? Шоколад жедіңіз бе? Yes, I did. Я, мен жедім. Did you use a computer at school? Мектепте сіз компьютерді қолдандыңыз ба? No, I didn't. Жоқ, мен қолданған жоқпын. Did you phone a friend? Сіз досыңызға хабарластыңыз ба? Yes, I did. Я, мен хабарластым. Мінекей осылай болады. Келесі exercise number 4. Төртінші тапсырмада мынау суретке қарап орындаймыз, бірақ мынау кестенің ішіндегі сұраулы сөздер берілген екен, соларды қояды екенбіз. So, exercise number 4. Бұл жерде мағынасына қарап қоямыз. Біріншісінде what time болады. What time did Koji come into cave? What time деген қай уақытта? He came into the cave at 8 o'clock.
he came, мына жерде жақшаның ішіндегі come деген бастапқы етістігіміз бізде екінші формада дұрыс емес етістік болған соң came деп қойған екенбіз. Ағырай үшінші, where did he sit? Ол қайда отырды? Төртіншісі, he sat, мінекей sit дегеннің ішіндегі he sat near the door. Sit дегенде дұрыс емес етістік, сондықтан екінші формасы sat болады. Ол есіктің жанында отырды. Бесінші, who did he talk to? Ол кіммен сөйлесті? Алтыншысында, he talked to a man with a bird. Ол сақалы бар адаммен сөйлесті. Talk дегеніміз дұрыс етістік болған соң ed жұрнағын жалғап қойдық. Ары қарай жетіншісінде what did Koji drink? Koji негізі не ішті? Сегізінші, he drank coffee. Drink дегеніміз мінекей дұрыс емес етістік болғаннан кейін екінші формасы drank болады. Ол кофе ішті. Тоғызыншы, when did he die? Ол қашан қайтыс болды? Оныншында бұл жерде he died, мінекей die деген өлу деген сөз, яғни бұл дұрыс етістік болғаннан кейін де жұрнағын жалғап отырмыз. He died after drinking the coffee. Ол кофені ішіп болған соң қайтыс болды дейді. Okay, next exercise. Бұл жердегі берілген сөздерді не істейміз? Есімдіктер берілген, барлық есімдіктері you және де go. Міндетті түрде сұрау сөйлем болған соң бұл жерде did көмекші етістігін қолдануымыз керек. Бұл жерде былай болады. Where did you go on Saturday? Мінекей жазып қойғам, осылай етіп құрайсыздар, көрдіңіздер ма? Екіншісінде, яғни бұл жерде аудармасы on Saturday, суббота, сенбі күні сіз қайда бардыңыз деп тұр. Екінші, did you meet any friends in town? Сіз қалада бірнеше достармен кездестіңіз бе? Үшіншісіне, what did you watch on TV? Сіз теледидардан не көрдіңіз? Төртіншісі, did you phone anyone? Сіз біреуге телефон шалдыңыз ба? деп тұр. Бесінші, when did you do your homework? Сіз үй тапсырмасын қашан орындадыңыз? Алтыншысы, did you play any video games? Сіз видео ойындарды ойнадыңыз ба дейді. Жетіншісі, who did you see on Sunday? Жексенбі күні кім сізді көрді? Сегізінші, what time did you go to bed? Сіз төсекке қашан барды? Қай уақытта бардыңыз? Яғни қай уақытта ұйқыға кеттіңіз деп тұр. So our lesson is over. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты өткізілмес үшін мен ардама міндетті түрде жазылып қойыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазыңыздар. Келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.